Дәстүрлі Жайық Орал тарихи-мәдени экспедициясы бастау алды. 20-ші рет Қазақ-Ресей ғалымдары, экологтары арналы өзенді бойлай жолға шықты. Биыл экспедиция еліміздегі жастар жылына арналған. Сапарға шықпас бұрын өзен жағасында Жайық күні атап өтілді. Бүгінгі шара ширек ғасырға жуық уақыт бұрын басталған жобаның заңды жалғасы. Халықтық бастама Жайықтың жағдайына қос ел үкіметінің назарын аударуына түрткі болды. Бірқатар жұмыс тындырылды. Алда жаңа міндеттер тұр. Может быть, Өзеннің гидрологиялық жағдайы өзгермесе де, халықтың пікірі өзгерді. Ел басында отырғандар мәселеге назар сала бастады. Бұл маңызды жұмыс деп білем. Биылғы экспедицияға қатысушылардың ауқымы кең. Батыс Қазақстан мен Орынборды айтпағанда, Атырау мен Ресейдің Челябинск облысы және Татарстан Республикасының өкілдері бар. Жастар жылына орайластырылғандықтан, жолға шыққандар қатарында жастардың қарасы қалың. Әсіресе екі елдің халық ассамблеялары ортақ іске өз үлесін қоспақ. Река Белая. Бұрын Жайықтың саласы Белая өзенінің ағысы қатты, арнасы кең еді. Оны қайық катамарандармен жүзіп өттік. Байқағанымыз, бұл өзеннің арнасы жыл санап тарылып барады. Ассамблея народов России и Ресей халықтарының ассамблеясы мен Наш Орал бірлестігі бірнеше жылдан бері бірлесе жұмыс істеп келеміз. Біздің жоспарымыз алып өзенді бойлай қоныстанған халықтың этно-мәдени құндылықтарын сақтап, өзара татулықты нығайту. Әрине, жұртшылық назарын Жайықтың экологиялық ахуалына аудару да маңызды міндет. Экспедиция барысында өзеннің экологиялық жай-күйі зерттеліп, жағалаудағы тұрғындардың пікірі ескеріледі. Кейін өзекті мәселелердің тізімі жасақталып, екі елдің билік басындағыларға жолданады. Самое важное. Экспедиция аясында 2 жылдан бері екі елдің сарапшыларының басын қосқан пікір алмасу алаңы құрылып жұмыс істеуде. Мұнда өзенге қатысты өзекті мәселелер талқыланып, трансшекаралық өзенді сақтауды мақсат еткен Қазақ-Ресей комиссиясына ұсыныстар жіберіледі. Аталған комиссия Жайықтың экожүйесін сол қалпы сақтау үшін институционалды экономикалық тетіктерді табуға жәрдемдеседі деп ойлаймын. Сапар Ресейдің Елек ауданынан басталды. Бөрлі мен Теректіні кесіп өтпек. Осы жерлерде жастар форумдары ұйымдастырылмақ. Ал экологиялық экспедиция Орал қаласында қорытындыланады. Мұнда өзекті мәселені шешуде халықаралық тәжірибені негізге алған халықаралық семинар өткізу жоспарда. Рауан Дери, Дастан Бижан, Алтынбек Қабделов, Ақ Жайық арнасы.